Ассалаумағалейкум, шапка тоқитын боламыз. Ол үшін бізге Alize Lana Gold Classic деген осындай бір моток жіп жеткілікті. Шапканы тоқу үшін номері 3,5 деген ілгекті пайдаландым, және де осындай көзі үлкен ине, 2 маркер, сонымен қатар лента қажет болады. Ең алдымен осындай бір түйін түйеміз да, барлығы 53 рет осылай іліп ала отырып тоқимыз. Тоқып болғаннан кейін осылай лентамен өлшегенде міндетті түрде 33 сантиметр болуы қажет. Ал енді екінші қатарды тоқымас бұрын осылай бас жағынан 12 рет санап аламыз осы ілген аралықты. 12-ші тоқылған бөлікке осы маркерімізді іліп қоямыз. Енді екінші қатарды тоқып бастайтын боламыз. Ол үшін ілгектен кейінгі екінші бөлікке, мінекей, екінші бөлікке ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптерден өткіземіз. Тура осылай маркермен белгіленген тұсқа дейін тоқимыз. Енді әрі қарай біз соединительные петельки жасаймыз, яғни жалғастыру тігісін жүргіземіз. Ол үшін мына маркер белгіленген тұстан ілгекті кіргізіп, негізгі жіптің іліп алып бір рет тоқимыз. Маркерден кейінгі бөлікке, мінекей, ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп алып шығарып, оны ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Осы бізде жалғау тігісі деп аталады. Енді келесі қатарды тоқу үшін міндетті түрде бір рет ауаға іліп аламыз. Тоқыма бөлігімізді кері айналдырамыз, мінекей. Енді келесі қатарды екінші ілгектен кейінгі екінші, мінекей, қараңыздар, бірінші, екінші бөліктің жоғарғы қабырғасынан, мінекей, үстіңгі жақ қабырғасынан ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп ала отырып тоқимыз. Мінекей, қараңыздар, жоғарғы жақ қабырғасынан ілгекті кіргіздім, негізгі жіпті іліп алып шығардым. Тура осылай қатардың аяғына дейін тоқимыз. Соңғы бір петелька қалған кезде міндетті түрде қазір мен түсіндіремін қалай болатынын. Өздеріңіз әрі қарай жалғастырып тоқып көріңіздер. Мінекей, қатардың соңғы екі бөлігі қалды. Біз екі тоқылатын жер қалды. Мінекей, ілгекті кіргізіп алып, негізгі жіпті іліп алып, как обычно осылай тоқимыз. Ең соңғы мына жіптен, мына қараңыздар, осы бөліктен екі жіпті бірден іліп аламыз. Мінекей, екеуін бірден ілгекке іліп аламыз. Қараңыздар, бір, екі, мінекей, екі жіпті іліп алдық. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Келесі қатарды тоқу үшін міндетті түрде бір рет ауаға іліп аламыз. Мінекей, іліп алдық. Енді кері айналдырамыз. Ілгектің бойындағы жіптен кейінгі екінші жіпке, мінекей, екінші жіпке ілгекті үстіңгі жақ қабырғасынан кіргіземіз. Мінекей, қараңыздар. Әр қатар тура осылай тоқылатын болады. Бір рет мұқият үйреніп алсаңыздар, қалған бөліктерді тоқу оңай болады. Мінекей, негізгі жіпті іліп алып шығардық. Әрі қарай үстіңгі жақ қабырғасына ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп ала отырып тоқимыз. Мінекей, қатарымыздың соңғы екі аралығын тоқимыз. Бұл жердегі жалғау тігісі қалай болатынын мұқият қарап алыңыздар. Әрбір қатарда осылай жалғап тоқитын боламыз. Ол үшін астыңғы қатардағы тоқылған бөліктің осы жіптен, міне осы жердегі жіпті тартып шығарамыз да, ілгекті өткіземіз. Және де астындағы мына тоқылмаған бөліктерден қазір біз екі жіптен екі өрнекті іліп алатын боламыз. Мынау біріншісі, мінекей. Негізгі жіпті іліп аламын. Ілгектің бойындағы бірінші жіптен өткіземін. Қараңыздар, бірінші жіптен өткіздім. Енді қайтадан негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы екі жіптен өткіздім. Екінші бөлікке кіргіземін. Негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен өткіземін. Қосымша тағы бір рет іліп алып, келесі қатарды тоқу үшін кері қарай айналдырып, мінекей, үстіңгі жақ қабырғасынан ілгегімді іліп алдым. Тура осылай қатардың аяғына дейін тоқимыз. Қатардың аяғында соңғы екі жіпті бірге іліп алып тоқуды ұмытпаймыз.
аяқтаушы қатардың екі өрнегі мінекей тағы да түсіндіріп өтейін. Соңғы бөліктегі екі жіптен де ілгекті өткіземіз. Мінекей негізгі жіпті іліп алып шығарып, ілгектің бойындағы жіптерден өткіземіз. Мұқият болыңыздар. Келесі қатарға өту үшін міндетті түрде бір рет ауаға іліп аламыз, кері қарай айналдырамыз. Ілгектің бойындағы жіптен кейінгі екінші бөлікке мінекей үстіңгі жақ қабырғасына ілгекті кіргіземін. Негізгі жіпті іліп алып шығарамын. Тура осылай қайталау арқылы жалғау тігісін жүргізгенге дейін тоқимын. Бұл жерде де жалғау тігісін манағы қатардағыдай етіп тура осылай тоқитын боламыз. Мінекей қараңыздар. Астыңғы қатардағы мына жіпті тартамыз, ілгекті кіргіземіз. Тоқылмаған бөліктен ілгекті өткіземіз. Негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы алғашқы жіптен өткіземіз. Кейін негізгі жіпті қайтадан іліп алып, ілгектің бойындағы екі жіптен өткіземіз. Енді тағы да мінекей негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен өткіздік. Келесі қатар тоқу үшін тағы бір қосымша ілгек іліп алдық. Екінші бөліктің үстіңгі жақ қабырғасынан ілгекті кіргізіп, әрі қарай жалғастырып тоқимыз. Біз мана тоқу барысында 12 бөлікті маркермен белгілеп тоқымай қалдырдық қой. Енді осы жалғау тігісін 12-ден әр қатардан 2 рет жалғау тігісін жүргізген кезде біз 6 қатар тоқитын боламыз. Мінекей, қазір біз 4-ші қатарды жалғап тоқып жатырмыз. Қараңыздар, астыңғы қатардағы көрсетілген жіптен ілгекті кіргіздік. Міне тоқылмаған мына жерде бізде бөліктер тұр. Сол жерден қазір міне мынау біріншісінен кіргіздік. Жалғау тігісінің біріншісін жүргізіп жатырмыз ғой. Мінекей мынау біріншісі. Енді екіншісі қараңыздар. Әр қатарда осылай 2 реттен жалғау тігісін жүргізгенде біз 12 қалдырған бөліктен, яғни екеуден барлығы 6 қатар тоқитын боламыз. Мінекей, біз бұл жерде 5-ші рет жалғау тігісін жүргізгелі жатырмыз. Қараңыздар, астыңғы қатардағы көрсетілген жіптен ілгекті іліп аламыз. Бұл жерде де тура осылай 2 рет қысқартып тоқитын боламыз. Мінекей, бірінші қысқарту тігісі 5-ші қатардың.
екінші қысқарту тігісі қараңыздар. Енді 6-шы қатар тоқитын боламыз. Әдеттегідей осылай қайталана беретін болады. Бастысы бір техниканы үйреніп алсаңыздар, дәл осылай қайталап тоқи беретін боламыз. Мінекей соңғы 6-шы қатарымыздың жалғастыру тігісін жүргізгелі отырмыз, қараңыздар. Мынау біріншісі, 6-шы қатардың жалғау тігісінің біріншісі. Енді соңғы екіншісі жалғау тігісі. Осымен біз бастапқыдағы тоқымай қалдырған 12 бөлігімізді екеуден қысқартып жалғау арқылы барлығы 6 қатар тоқыдық. Енді тура осылай қайталау арқылы барлығы 6 рет тоқитын боламыз. Сонда бізде общий 36 қатар шығуы қажет. Мінекей мұқият болыңыздар. Енді біз келесі 6 қатарды қалай тоқимыз? Мынағыда маркерді осылай 12 рет санап алып белгіледік қой. Енді келесі тоқу бөлігінде қысқарту тігістерін қай жерден жүргіземіз? Ол мінекей мына жерден бастайсыздар. 12 рет тоже осы жерден санап аламыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осы жерге маркерімізді белгілеп қоямыз, кіргізіп. Қатарды тоқып келе жатып, осы маркер белгіленген тұстан бірінші қатарымыздың алғашқы 2 жалғастыру тігісін түсіреміз. Мінекей тағы да түсіндіріп өтейін. Алғашқы қысқарту тігістері алғашқы қатарда бізде ерекшелеу ғой сәл. Мінекей маркер белгіленген тұсқа ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Бірінші қатардың бірінші жалғау тігісі, бұл. Енді екінші жалғау тігісі, мінекей екіншісі ілгектің бойындағы жіптен өткіздік. Бір рет іліп алып, келесі қатарды тоқимыз. Мінекей үстіңгі жақ қабырғасынан іліп ала отырып, қатарды аяғына дейін тоқимыз. Аяғында міндетті түрде соңында 2 жіптен бірге ілгекті өткізіп, келесі қатарға қайтып келеміз. Ал енді 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші қатардың жалғау тігістері бірдей тоқылады, Мінекей қараңыздар, астыңғы бөліктегі осы жіптен кіргіземіз. Бірінші қысқарту жалғастыру тігісі, мінекей 2-ші қатарымыздың 2-ші жалғастыру тігісі. Дәл осылай қайталау арқылы енді
тағы да 4 қатар тоқимыз. Сонда бізде барлығы 6 қатар болады, иә. Дәл осылай қайталау арқылы тоқи бересіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Бастысы қысқарту тігістері 6 қатардан жүргізгендіктен барлығын 6 рет тоққанда 36 қатар тоқып шығуларыңыз қажет. Мінекей, мен барлығы 36 қатар тоқыдым. Қараңыздар, видеода көрсетілгендей етіп, мінекей, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, 6 қатарды тоқыдым. Енді сіздер өздеріңізге ұнаған бетін оң жақ бет етіп қаратып алыңыздар осылай. Қазір біз осы шапкамызды бір-біріне жалғап тоқитын боламыз. Өздеріңіз ұнаған, узоры ұнаған, тігісі ұнаған жағын оң жақ беті етіп бір-біріне беттестіріп алыңыздар. Мінекей. Енді осы ашық тұрған екі бетті бір-біріне беттестіріп тоқитын боламыз. Қараңыздар мұқият. Мінекей. Теңестіріп аламыз. Жіпті арғы бетке қарай өткіземіз. Негізгі жібімізді әрі қарай өткізіп қоямыз. Мінекей, бер жақ қатардағы манағы тоқылған бөліктерде біз оң жақ үстіңгі жақ қабырғасынан алсақ, енді бергі жақ бөліктегі астыңғы жақ қабырғасынан ілгекті өткіземіз. Арғы бөліктегі мінекей осы тұстан ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп ала отырып, ілгектің бойындағы жіптерден өткіземіз. Яғни бұл бізде соединительные петельки сияқты тоқылады. Яғни жалғау тігісі. Мұқият қараңыздар, видеода көрсетілгендей етіп тоқысаңыздар, шапкаларыңыздың жалғау тігісі білінбей, кәдімгідей айналдыра тоқылған секілді болып шығатын болады. Мұқият қараңыздар. Бер жақ бөлігіндегі астыңғы қабырғасынан арғы жақ бөлігіндегі тоқылған бөліктердің арасынан өткіземіз, және де негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен шығарамыз. Тура осылай қайталау арқылы шапканың жоғарғы жақ ұшына дейін тоқимыз. Мінекей, осылай ұшына дейін тоқыдық. Енді бір қарыс жіпті осылай етіп қиямыз. Мына ілгектің бойындағы жіптен шығарамыз да тартып қаламыз. Сол кезде өзі байланып қалады. Енді мұқият қараңыздар. Видеода көрсетілген бөліктерден ілгекті іліп алып, негізгі жіпті іліп алып, айналдырып шығарамыз. Мінекей. Осы бөліктерден өткізіп келеміз да, негізгі жіпті ақыр соңында тартып қалған кезде бізде осы дөңгелектің ашық тұрған бөлігі бір-біріне бүрісіп, былайынан жабылып қалатын болады. Сондықтан осылай әр жерінен негізгі жіпті іліп алып шығаратын боламыз. Және де бастаушы қатардағы артылған жіп екеуін біріктіріп, 2-3 қайтара түйіп байлап тастаймыз. Сол кезде төбе жағында ешқандай да мынандай ашық бөлік қалмайды. Қалпағымыздың төбесі жабылып әдемі болып тұратын болады. Осымен біздің қалпағымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде сіздерден отзыв күтемін, қыздар. Сау болыңыздар.